Қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен ұлыстың ұлы күні жасалатын ұлттық тағамымыз наурыз көженің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Наурыз көжені әр өңірде әр түрлі дайындайды. Ең бастысы құрамындағы тағамдардың саны 7-ден кем болмау керек. Мен жылқының қазысын осындай және сүрленген ет жылқыныкі, арпа, мейіз, құрт, сүт, айран және су. Мен ең алдымен құртымызды аламда осылай суға салып қоям жібіп тұру үшін. Сосын етті турауға кірісеміз. Қазымызды турап аламыз. Міне біздің етіміз туралып болды. Енді арпамызды салып, жақсылап жуып аламыз. Су тазарғанша бірнеше рет төгіп, жақсылап жуып аламыз да. Ең соңында суымыз мөп-мөлдір болған кезде су құйып қойып қоямыз. Енді қазанымызға суды құйып, етімізді салып, 1-1,5 сағаттай пісіреміз қайнатып. Арасында қайнаған еттің үстінен шығатын көбікті алуды ұмытпаңыздар. Мен шамалы ғана тұз салдым, өйткені менде тұздалған. Міне біздің етіміз қайнап жатыр, көжеміз. Осының үстіне жаңағы суға салынып тұрған арпамызды қосамыз. Арпамызды 30-35 минуттай қайнатып пісіріп аламыз осы етпен бірге. Менде ет 1,5 сағат піссе, арпа 30-40 минуттың арасында пісіп қалды. Енді осы қайнап жатқан көженің үстіне жаңағы езіп қойған құртымыздың мен біреуін қосам да, қалғанын құрт езіліп тұрған суды қосам. Барлығын бірден қосып жүрмеңіздер, көжелеріңіздің дәміне байланысты қосыңыздар, қатты қышқыл болып кетпесін. Мейізді қосамыз. Мейіз қосылғасын 5 минуттай қайнатып аласыздар. Міндетті түрде араластырып отырыңыздар. Келесі сүтімізді қосамыз. Сүтті қосып тұрғанда көжені осылай араластырып тұрыңыздар. Кейін айранымызды қосамыз. Айранды қосқанда да міндетті түрде көжелеріңізді араластырып тұрыңыздар. Бетін жауып 5 минутқа қайнатып аламыз. Міне осымен біздің наурыз көжеміз дайын. Наурыз көженің өзіме осы жасалу жолы өте қатты ұнайды. Бұны анам үйреткен маған. Жыл сайын наурыз тойын асыға күтем, себебі осы наурыз көжені қатты сағынып, өзім аңсайым. Сіз де осы наурыз көжені менің нұсқам бойынша жасап көріңіз. Сізге де міндетті түрде ұнайды деген сенімдемін. Наурыз тойы құтты болсын, ұлыс оң болсын, ағымыз мол болсын. Осындай дастарханымыз тек қана осындай ақ адал астарға толы болсын.